Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен 2025-те хит болып жатқан Instagram, YouTube желілерінде көптеген просмотр жинап, өте көп қаралымға ие болған осы Орео қосылған сметанник пирогының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Пирог өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл пирогтың басқа пирогтардан ерекшелігі Орео өзінің бір печеньесі өте бір ерекше дәм береді екен. Және балаларға қызықты болды. Бір жасағының барлығын таласып жеп қойды. Келесі жасалуына кірісеміз. Пирогымыз үшін алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз және жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, сұйық заттарымызды толық жақсылап араластырып алғаннан кейін құрғақ заттарымызды араластыруға кірісеміз. Алдын ала иленген ұнымызға құрғақ какаомызды саламыз және разрыхлительді салып жақсылап араластырамыз. Массамызды толық араластырып алғаннан кейін осылай құрғақ заттарымызды жұмыртқалы массаның үстіне салып жақсылап қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады. Артық ұн салуды қажеті жоқ. Көріп тұрғандай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр пайда болады. Және қамырымызды пакетке салып, начинкамыз дайын болғанға дейін холодильникке 5-10 минутқа қалдыра тұрамыз. Келесі кезекте начинкамызды, яғни пирогымыздың салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін сметана, яғни мен садовый сметанасын қолдандым, 15%. Және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және кукурузный крахмал қосамыз. Бұл бізге сметананы ағып кетпеуіне көмектеседі. Осы массаны жақсылап толық бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне Орео печеньелерін осылай қолмен үгітіп аламыз. Қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Мен 4 штугын қостым. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді келесі кезекте демалып тұрған қамырымызды алып, осындай пирогты пісіретін табамызға орналастырамыз. Қолымызбен осылай жан-жағына жайып біркелкі етіп қамырымызды орналастырып аламыз. Осылай дайын болған қамырымызға массамызды құйып, үстіне Орео печеньелерді осылай бүтін 4-5 данасын саламыз.
Біздің пирогымыз дайын. 80 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай өте ерекше пирог екен. Және де дәмі өте дәмді болды. Пирогты кеспес бұрын пештен алған соң 15-20 минутқа салқындатып алыңыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай өте нәзік болып шықты. Пирог Орео қосылғаннан кейін өте ерекше болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тегін лайкты басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұргүл ас болсын.